Түске дейін қайта-қайта сағатқа қарап әрең уақыт өткізді. Күткен уақыт жетіп, екі дос дәмханада жолықты. Иә, Досеке, не білдің? Досым, сен қандай іске араласқаныңды білемісің? Не болды? Көп созбай айтсаңшы енді. Бұл қыздың әке-шешесі осыдан 11 жыл бұрын өз үйлерінде аяусыз өлтірілген екен. Әкесінің інісі Ғалымжан бұл қызды өз қамқорлығына алған екен. Меніңше, қыздың айтып отырған ағасы осы болса керек. Қазір біздің жігіттер бұл қызды іздестіру үстінде. Бұл қыз үлкен мұраға ие. Әкесінен қалған бүкіл байлық қыздың атында. Қыз 16 жасқа толмай ол байлықты игере алмайтындықтан қазір ол дүниенің бәріне ағасы иелік етуде. Қызды таппай тынбасы анық. Керісінше мен олай ойламаймын. Олар үшін Аяладан құтылған дұрыс болар. Неге олай ойлайсың? Өзің ойлашы, егер Аяла 16-ға толса, олар бүкіл байлығынан айырылады. Ал егер де таппаса, байлық өздерінде қаларына қуанатын болар. Досым, саған дос ретінде емес, адамгершілік тұрғысынан өтініш жасап отырмын. Олардың қызы тауып алуына жол бермеші. Бірақ өтінемін, бұл қыздың өміріне қауіп төніп тұр. Сенің міндетің адамдарды қорғау емес пе? Ендеше бұл қызды да қорғауың ал. Бірақ біздің жасап отырғанымыз заңға қайшы. Досым, кейде әділеттілік орнату үшін заңға қарсы шығуға тура келеді. Жақсы, келіспеске амал бар ма? Сенің дегенің болсын. Екі дос қорғансыз қызды өз паналарын алды. Бұл уақытта Ғалымжан мен Балжанның шаңырағынан береке кеткен еді. Екеуі ит пен мысықтай қырылып, бір шешімге келе алмай ұзақ дауласты. Ғалымжан, жетер енді. Сол сайқалды іздеген тоқтатшы. Не керегі бар оның бізге? Одан құтылғанымыз дұрыс емес пе? Сен қаттының ойлайтының тек қана ақша. Титтей болсын мейірім жоқ па сенде? Ол менің қарындасым, ағамның аманаты. Ол қазір қандай күйде қайда жүр деп ойламайсың ба? Өз балаң солай жоқ болып кетсе қайтер едің? Ғалымжан, күлкімді келтірмеші, а? Қай ағаңның аманат еді ол? Сен өз қолыңмен? Жетер, жап аузыңды. Бұл әңгімені қозғама деп қанша айтам мен саған? Мені сол іске итермелеген мына сен емес пе? Егер де тағы да сол әңгімені қозғасаң, өзімен бірге сені де көрге алып кетемін, ұқтың ба? Ой, болды, доғар. Ол қыз осы күнге дейін тірі жүр деп ойламаймын. Әлде қашан бір жерде ит пен құсқа жем болған болар. Оны кім құшағына басар дейсің? Адамдар қазір өз туысын аямайтын заманда ол қайыршыны кім үйіне кіргізер дейсің? Өтініш, Балжан, ауырып тұрған басымды одан әрі қатырмай жөніңе кетші. Ғалымжан терең ойға батып отырған орындығында ұйқыға кетті. Ал Аяланың жағдайы күн өткен сайын жақсара берді. Алишер Аяланы өз үйіне алып барып, үйден шығармай бар жағдайын жасады. Жеке оқытатын мұғалім жалдады. Шетелден білікті мамандар шақыртып, Аяла сөйлеп кету үшін ештеңесін аямады. Қажетті емінің бәрін жасатып, тілге келуін асыға күтті. Аяла өз ағасынан көрмеген мейірім жылулықтың бәрін Айдардан сезінді. Айдар да Аяла үшін аянып қалмады. Әр кез демеу болып, оның қайғысын ұмыттыру үшін бәрін де жасады. Екеуі көп уақытты бірге өткізетін. Арадан айлар өтіп, Аяла ол отбасының өз қызындай болып кетті. Ағасы Ғалымжан іздеу жұмыстарын тоқтатты. Балжанның қуанышында шек жоқ. Бірақ та Ғалымжанның жаны жай таба алмады. Санасында сан сұрақ. Ол сұрақтарға еш жауап таба алмай-ақ қойды. Аяланың жүзінде күлкі болғанымен көңілінде аласапыран. Әке-шешемді кім, неге өлтірді? Өз ағамнан көрмеген жақсылықты өзгелер маған не үшін сыйлап жүр? Туғандарым неге сонша қатыгез болды? Дәл осы сұрақтар оны күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырды. Күздің күні күн күркіреп, нөсер жауын жауды. Қадиша дүкенге азық-түлікке кеткен кезде Аяла есік алдына шығып, жауының астында көз жасына ерік берді. Дүкеннен келген Қадиша Аяланы көрген бойда жүгіріп келіп, қолтығынан демеп ішке кіргізді. Бота ханым-ау, сенің мұның не? Не болды саған?
Үсті басың малмандай су. Дереу киімдеріңді ауыстырайық. Кәне келе ғой. Қадиша қыздың киімдерін ауыстырып, жылы төсекке жатқызды. Күн батып, жұмыстан келген Алишерге бар жағдайды баяндады. Жағдайын білейін деп бөлмесіне кіріп еді. От болып күйіп жанып жатқан Аяланы көріп, біраз кідіріп тұрып қалды. Дереу жүгіріп, дәрі-дәрмек қобдишасына келіп, қызу түсіретін дәрі ішкізді. Маңдайына дымқыл шүберек қойып отырғанда Айдар келіп, ол да алаңдап қалды. Үшеуі қатты қиналып жатқан Аялаға телміре отырғанда әлсіз еріндері дірілдеп, «Әке, анашым» деген дыбыс естілді. Өз көздеріне өздері сене алмады. Қуаныштан жүректері жарыла жаздады. Қызуы түсіп, өз-өзіне келген соң, оған сөйлей алатын айтқанда, Аяла өз құлағымен естігеніне сене алмады. «Қызым, Бота ханым, енді бәрі жақсы болады. Сен сөйлей аласың. Кәне, тағы тырысып көрші». Аяла көзіне жас алып, баяу дірілдеген дауыспен «Рахмет» дегенде Қадиша құшағына қысып жылап жіберді. Ал Аяла болса сол сөзді қайталай берді. Төртеуі түгел құшақтасып, көз жасын төкпеген адам қалмады. «Қызым, болды, өзіңді қинай берме. Саған әлі жаттығу керек. Өзіңді шаршатып қоясың». Кешкі асты бәрі мәз-мейрам болып ішті. Күн өткен сайын Аяла бірте-бірте еркін сөйлей бастады. Жылдар өтіп, көптен күткен 16-шы көктемі де келіп жетті. Туған күнінде үнемі ағасынан сыйлық, тәттілер күтетіні, ал ағасынан құттықтау орнына ұрыс естейтіні есіне түсіп, көңілі жабырқап қалды. Сол күні Алишер мен Қадиша Аялаға арнап үлкен дастархан жайды. Айдар Аяланың көзін байлап, қонақ бөлмеге алып келді. Көзін ашқанда Аяла таңырқап қалды. Түрлі сыйлықтар, үлкен торт, жайнап тұрған дастархан. Отбасы мүшелері әдемі тілектерін қарша жауғызды. Әдемі кеш соңына жеткенде Алишердің түрі бұзылып, маңызды әңгіме бастады. «Қызым, саған айтар сөзім бар. Мені дұрыстап тыңда, жарай ма? Сен әкеңнен қалған жалғыз мұрагерсің. Әкеңнің компаниясы, үйі, көлігі, бүкіл бар байлығы саған тиесілі болатын. Сенің жасың жеткенше өкіл ретінде, сенің асыраушың ретінде, сенің бар байлығыңды Ғалымжан басқарып келді. Онысымен қоймай, саған көрсетпеген жоқ. Қазір олар сені өлдіге санап, әкеңнен қалған мұраның бәрін өздері иемденіп алған. Сенің олардан кек алғың келмей ме? Саған жасағандар үшін. Сен дұрыс түсін, маған ол байлық қажет емес. Тек жұмысы жоқтық, қарны тоқтық, аздырар адам баласын деп Абай атамыз айтқандай, оның ұлы теріс жолға түскенін естідім. Оңай жолмен келген ақша олардың көздерін көрсоқыр еткен болу керек. Аға, мен сізге ренжімеймін. Сіздікі орынды. Мен оларды жек көремін. Өз үйімде өзімді қорлап келген сұмырайлардың жазасын тартқызамын. Өзімде осы күнді асыға күттім. Тек мен бұл істі қалай істеймін? Маған тағы да сіздің көмегіңіз керек. Бірақ сіздің де басыңызға қауіп төндіремін бе деп қорқамын. Қызым, саған еш алаңдаудың қажеті жоқ. Тек мына арыз қағазына қол қойып берсең болды. Аяла еш ойланбастан сол қағаздарға қол қойып берді. Заң жүзінде ұрып соғу, дене жарақатын салу, жәбірлеу тәрізді тармақтар бойынша және өзгенің мүлкін иемдену бойынша Аяла Ғалымжанды сотқа берді. Алишер дәлел ретінде Аяланы тауып алған кездегі дене жарақаттарын түсіріп алған фотоларды жинап қойған болатын. Ғалымжан сотқа шақырту қағазын арызданушының аты жөнін көргенде тоқ соққандай есеңгіреп қалды. Балжан да аң-таң. Ғалымжан онсыз да өзін-өзі жегідей жеп біткен еді. Осылай боларын іштей сезгенде болатын. Сот белгіленген күнде келіп жетті. Аяла мен Ғалымжан тұспа-тұс тұр. Аяла Ғалымжанның көзіне тік қарап, сұрақтарыма жауап бер дегендей еді. Өте көрікті, әдемі, ағасынан аумайтын бойжеткен қарындасын көріп, оның аға сұрақтарыма жауап бер, маған неге олай жасадың дегенде Ғалымжан отыра кетіп еңкілдеп жылады. Аға дейсің бе? Бұл сөзді, бұл тәтті дауысты осыдан 13 жыл бұрын естігенде неге тас жүрегім жібімеді екен?
Неге? Мені олай атама. Мен ол сөзге лайық емеспін. Сен мені кешір алсаң, кешіре көр құлыным. Мен де сормаңдай адамды кешірші ботақаным. Мен жауызбын. Мен жаман адаммын. Ғалымжан есінен айырылған адамдай өз-өзін тырмалай бастады. Жұрт шулап кетті. Ғалымжанды сабырға шақырып, сұрақтарға нақты жауап беруін талап етті. Жарайды, болды. Мен бәрінде бүгін айтамын. Осы күнге дейін өзегімді өртеген өткенімді баяндап берейін. Осыдан 13 жыл бұрын ағам Нұрлан өзім сүйген қызбен некемді қиып, ұлан асыр той жасап берді. Алған жарымды ес-түссіз сүйдім. Махаббаттан көр соқырға айналдым. Өзім сабырсыз, түштақай бала болатынмын. Ағам менен ештеңесін аямады. Қымбат көлік, алтын сағат, қымбат телефон, менде бәрі болды. Ал мен ессіз құмар ойындарына кіріп кетіп, қолымдағының бәрін ұтқыздым. Оны білген ағам мені кішігірім үйге көшіріп, бір тиын да бермей қойды. Онысы дұрыс әрине. Мені адам болсын, ақшаның қадірін білсін, жоқшылықта жасап көрсін дегені болар. Ал мен сорлы оны қайдан білейін? Ақшаның құлына айналған мен ақмақ, ағамның маған жақсылық ойлағанын қайдан білейін? Қатыным күнде олар кең сарайдай үйде тұрғанда, біз неге мына лашықта тұрамыз? Оның қатынының алтындары қорапқа симайды. Сен маған қашан алтын алып бересің? Олар қымбат мейрамханадан ас ішсе, біз неге қатқа нан жеп отыруымыз керек? Деген сөздері мені мүлдем ақыл есімнен айырды. Ашуға булығып, тіке оған қарай жол тарттым. Оның жағасына жармасып, неге мені қинайтынын сұрадым. Ал ағам болса, мені үйден қуып шықты. Ашуым одан әрі күшейіп, ақыл санамды басқара алмай, өте үлкен күнә жасадым. Өз ағам мен жеңгемді аяусыз өлтірдім. Осы күнге дейін шыдағаным жетер. Бұдан әрі шыдай алмаймын. Қарындасым, мені кешір алсаң, кешіре көр. Бұл сөздерді естіген Аяла орнында тұра алмай, жүгіріп келіп, ағасының жағасынан ұстап жоқлай бастады. Неге олай еттіңіз? Бұл азапты көргенше, әке-шешемен қосып, мені неге өлтіре салмадыңыз? Әбден өзін өзі мүжіп, құр сүйегі қалған Ғалымжан жерге құлап есінен танды. Жедел жәрдем келіп, жетемін дегенше, Ғалымжан сол жерде жүрек талмасынан көз жұмды. Ақша мен алтын тола сөмке мен шигара аспақ болған балжа мен ұлы тұтқындалып, темір торға қамалды. Аяла өз әкесінен қалған мұраны қайта иемденді. Өзінің жаңа отбасымен келісе отырып, әкесінен қалған үйді сатып, түскен қаражатты ауру балалардың еміне аударды. Арадан 2 жыл өтіп, бұл шаңырақта ұлан асыр той болды. Айдар мен Аяла шаңырақ көтерді. Аяла енді бұл отбасының толыққанды мүшесіне айналды. Қайғы мұңның бәрі артта қалып, бақытты күндер басталды. Бәрі де бақытты күндер кешті.